Алып қашу дәстүрі бар екенін бәріміз білеміз. Бірақ қазір бұл қылмыс. Осындай жағдай болып қалса, не істеуіміз керек? Құқық қорғаушының кеңесі. Бірінші, қорықпаңыз. Егер келіспесеңіз, барлық көндірулерді елемеңіз. Екінші, сізді күшпен ұстауға құқықтары жоқ. Және сіздің кетуге құқығыңыз бар. Полицияға арыз жазыңыз. Төртінші, адвокатты табыңыз. Бесінші, құқық қорғаушылардан көмек сұраңыз. Алтыншы, дәрігер мен психологқа барып көріңіз. Ұялмаңыз. Отбасы зорлық-зомбылықпен, алдаумен басталуы мүмкін емес. Ең бастысы, қыз баланы ата-анасы аға әпкелер